Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы инфекциялық ауруларды диагностикалау деп аталады. Ветеринарлық медицинада инфекциялық ауруларды дұрыс анықтау, емдеудің және алдын алудың негізі болып табылады. Бұл дәрісте клиникалық және зертханалық диагностика әдістері, сондай-ақ диагноз қою принциптері қарастырылады. Дәрістің негізгі сұрақтары. Бүгінгі сабақта 4 маңызды тақырыпты қамтимыз. Әр сұрақ инфекциялық ауруларды толық және дәл диагностикалау үшін қажетті болып табылады. Бұнда бірінші клиникалық әдістер, зертханалық диагностика, диагноз қою принциптері және клиникалық әдістер тереңдету. Бұнда клиникалық диагностика әдістер жануарларды тексерудің бастапқы кезеңдері, жалпы жағдайды бағалау, дене қызуын өлшеу, тыныс алу және жүрек қан тамырлары жүйесін зерттеу тәсілдері біріктірілген. Екінші, зертханалық диагностика бактериологиялық, вирусологиялық, серологиялық, молекулалық, биологиялық және аллергиялық зерттеулерге сипаттамасымен қолданылуға негізделген. Үшіншісінде, диагноз қою принциптері. Бұнда жануарларға клиникалық деректер мен зертханалық нәтижелерді біріктіре отырып, нақты және толық диагнозды қоюдың негізгі ережелері болып табылады. Және төртіншісі, клиникалық әдістер тереңдету. Бұл жануарлардағы ауруға тән белгілерді анықтау, жануарлардың мінез құлқын, олардан алынатын өнімділігін бақылау, сонымен қатар алдын ала диагноз қою мүмкіндіктеріне қол жеткізіледі. Клиникалық әдістер. Бұл бастапқы әдістер болып табылады. Инфекциялық ауруларды диагностикалауда клиникалық әдістер бастапқы және маңызды кезең болып табылады. Бұл клиникалық зерттеу жануарлардың жалпы жағдайын бағалаудан басталады, яғни дене қызуын өлшеу, тыныс алу, жүрек қан тамыр жүйесін тексеру міндетті түрде жүргізіледі. Бұл кезеңде ветеринар дәрігер жануардың сыртқы көрінісін, оның белсенділігін және реакциясын бағалауы тиіс. Клиникалық тексеру кезінде негізгі параметрлер мыналар: дене қызуы, гипертермия немесе гипотермия белгілері, тыныс алу жиілігі мен сипаты, диспноя, тахипноя, жүрек соғысы жиілігі мен ырғағы, аритмия, тахикардия, шырышты қабықтардың түсі мен жағдайы, лимфатиндердің ұлғаюы немесе ауырсынуы. Клиникалық әдістер алдын ала диагноз қоюға мүмкіндік береді, алайда оларды зертханалық зерттеулермен міндетті түрде толықтыру қажет. Тек клиникалық белгілерге сүйену қателікке алып келуі мүмкін. Себебі әртүрлі инфекциялық аурулар кезінде ұқсас симптомдар байқалуы мүмкін. Жануарлардың жалпы жағдайын бағалау үшін клиникалық тексеру кезінде жануардың мінез құлқы, тәбеті, өнімділігі, сыртқы көрінісі мұқият бақылауға алынады. Бұл параметрлер инфекциялық процестің ауырлығын және сипатын анықтауға көмектеседі. Мінез құлқы, жануарлардың белсенділігі, реакциясы, қозғалыс координациясы, депрессия, мазасыздық немесе агрессия инфекциясының белгісі болуы мүмкін. Тәбеті азайған немесе жоғалған тәбет көптеген инфекциялық аурулардың ерте белгісі. Су ішу деңгейі де бақыланады. Өнімділігі, сүт өнімділігінің төмендеуі, жүн сапасының нашарлауы, салмақ жоғалту созылмалы инфекциялардағы көрсеткіш болып табылады. Және сыртқы көрінісі, жүннің жағдайы, терінің түсі, ісінулер, бөлімділердің сипаты аурудың клиникалық көрінісін толықтырады. Дене қызуы, тыныс алу және жүрек қан тамыр жүйесі. Бұнда дене қызуын өлшеу, температура өлшеу, инфекциялық процесті анықтаудың ең жылдам әдісі. Гипертермия, яғни дене қызуының көтерілуі, немесе көбінесе жедел инфекцияларда байқалады. Әр түрге тән қалыпты температура диапазонын білу маңызды. Ірі қара малда 38-39 градус Цельсий,
Жылқыда 37,5-38 жарым градус Цельсий, қой ешкіде 38,5-40 градус Цельсий, итте 37,5-39 градус Цельсий болып табылады. Тыныс алу жүйесі, тыныс алу жиілігі, тереңдігі және сипаты бағаланады. Диспное, тахипное, жөтел, мұрыннан ағу, танаудан ағу, респираторлы инфекциялардың белгілі, яғни аускультация арқылы өкпедегі шулар анықталады. Жүрек қан тамыр жүйесі, жүрек соғысы жиілігімен ырғағы, тамыр соғысы, шырышты қабықтардың түсі, цианоз немесе анемия тексеріледі. Перкуссия және аускультация жүрек жұмысын бағалауға мүмкіндік береді. Зертханалық диагностика бұл жануарлар ауруларын анықтаудағы шешуші рөлге ие. Зертханалық диагностика инфекциялық ауруларды нақты анықтауда шешуші рөл атқарады. Клиникалық белгілер ауруға күдік тудырса, зертханалық зерттеулер қоздырғышты нақты анықтауға, оның түрін, штамын және дәрілерге сезімталдығын анықтауға толықтай мүмкіндік береді. Зертхана жағдайында бактериологиялық, вирусологиялық, серологиялық, молекулалық, биологиялық және аллергиялық зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Бактериологиялық және вирусологиялық зерттеулерге тоқталатын болсақ, бактериологиялық зерттеулер диагностикалық материалдарды, яғни ауру жануарлардан алынған қан, ірің, сарысу, мүшелер арнайы корректив орталарға егу арқылы жүргізіледі. Өсірілген дақылдардың, яғни культуралардың морфологиялық, тинктариялық және биохимиялық қасиеттері зерттеледі. Антибиотикограмма бактерияның антибиотиктерге сезімталдығын анықтайды. Бұл тиімді емдеу схемасын таңдауға негіз болады. Ал вирусологиялық зерттеу вирустар тек тірі жасушаларда өсетіндіктен оларды оқшаулау үшін жасуша дақылдары, хорионал алантоисті қабық немесе сезімтал жануарлар қолданылады. Вирус анықтаудың заманауи әдістеріне полимераздық тізбекті реакция, ПТР, яғни вирустың генетикалық материалын тікелей анықтайды. Иммунофлюоресценция вирустық антигендерді визуализациялайды. Электронды микроскоп вирус бөлшектерін тікелей көруге мүмкіндік береді. Серологиялық, молекулалық және аллергиялық әдістерге тоқталатын болсақ, серологиялық әдістер жануардың қан сынасуындағы спецификалық антигендерді анықтауға негізделген. Реакция гемоглютинация немесе гемоглютинация реакциясы. ИФА, РСК кең таралған реакциялар. Бұл жоп сарысулар зерттеу, антидене титрінің өсуін көрсетеді. Бұл инфекцияның барлығын растайды. Молекулалық биологиялық әдістер, яғни ПТР, қоздырғыштың ДНК немесе РНК фрагменттерін анықтайды. Жоғары сезімталдық және спецификалық тән, нақты уақыттағы ПТР, реал-тайм ПТР нәтижені бірнеше сағатта береді. Геномдық секвенерлеу штамдардың туыстығын анықтауға толықтай мүмкіндік береді. Және аллергиялық сынамалар бұл созылмалы инфекциялық аурулар кезінде қолданылады. Тері ішіне немесе тері астына спецификалық антиген, аллерген, туберкулин, малин, бруцеллин енгізілген. Мысалы, туберкулез ауру кезінде қолданылатын туберкулин аллерген ендіргеннен кейін ірі қара малдарында 72 сағаттан кейін реакция бағаланады. Ісіну, гиперемия, ауырсыну оң нәтиже белгісі. Яғни әдіс in vivo иммундық жауапты бақылауға жағдай туғызады. Диагноз қою принциптеріне дұрыс диагноз қою, клиникалық деректер мен зертханалық нәтижелерді кешенді талдауды талап етеді. Бұл диагноз бір ғана белгіге немесе зерттеу нәтижесіне сүйенбеуі тиіс. Бұнда клиникалық тексеру, жалпы жағдай, температура, белгілер. Зертханалық растау, бактериология, серология, вирусологиялық
және тағы да басқа зерттеулер. Дифференциалды диагноз бұл әртүрлі себептермен қорытынды, яғни ұқсас аурулардан ажыратып балауға бағытталады. Негізгі қорытындыға тоқталатын болсақ, инфекциялық ауруларды диагностикалау клиникалық және зертханалық әдістердің үйлесімді қолданылуын талап ететін кешенді процесс. Ветеринар дәрігер әр кезеңде жетік білуі тиіс. Клиникалық әдіс, бастама әдіс немесе жануардың жалпы жағдайын, дене қызуын, тыныс алу және жүрек қан тамыр жүйесін тексеру алдын ала диагноздың негізгі болып табылатын болса, зертханалық әдіс бактериологиялық, вирусологиялық, серологиялық, молекулалық және аллергиялық зерттеулер диагнозды растауға толықтай мүмкіндік береді. Ал құрметті студенттер, осымен бүгінгі дәрісімізді зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.